Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillah nahmaduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlina. Men yehdihillahu felâ mudille leh ve men yudlil felâ hâdiye leh. Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Біріншіден, құрметті жамағат, Алла тағала өздеріңіз білесіздер, осы Рамазан айын Рамадан Карим деген сипатпен сипаттайды. Карим деген сипат, қарап отырсаңыздар, жомарт дейміз. Дұрыс, ол келеді жомарт деген. Бірақ тағы бір қосымша аты бар. Мынау не еді? Құран Карим, яғни сыйлы Рамазан дегенді. Екінші аты бар. Демек, Құран-и Карим дегенде қасиетті Құран. Демек, Рамазанды қасиетті Рамазан деп айтсақ та болады екен. Жомарт Рамазан, қасиетті Рамазан, сыйлы Рамазан. Егер осы Рамазанда кім деген қасиетті болуға тырысса, жомарт болуға тырысса, сыйлы болуға тырысса, онда ол сол сыйын алады, сыйлы болады. Өйткені оның сыйлы болатындығы Алла тағала көптеген аяттарда келтірген. Егер де біздер неге мына Қадыр сүресін оқимыз? Қадыр сүресінде білесіздер, Алла тағала не деп айтқан еді? Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Инна анзалнаху фи лейлатил қадр. Әлбетте біз дейді Алла тағала. Алла тағала қай уақытта өзінің біз деп айтатын болса, оның біз деген есімдік болса да, ол есімнің астында Алла тағаланың шексіз, қараңдар, шексіз мүлік егесінің және өте күшті қиямет күніне оған ешкімнің де бұл фәнидіне ешкімнің қарсы алмайтынының дәлелі болып табылады. Біз түсірдік нені? Біздерге мына Құран түсірді Алла тағала. Қай түн түсірді? Лейлатил қадр деп тұр Алла тағала. Бұл Лейлатил қадр қай түнге келеді? Хадистер бойынша қаратын болсақ, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи хадистерінде айтқандай, соңғы 10 күндерде, соңғы 10 түндердің ішіндегі тақ түндерінде дейді. Көбір аяттарда соңғы 5 күн дейді, жаңа 26-тан 27-сіне аралығында дейді. Бірақ әлде Құдай қаласа 2-3 түніміз бар. Біз ойлап қалмайық, бүгін ғана бір түн екен, болды сонан кейін деп. Жоқ, біз іздей беру керекпіз. Көбіміз ойлаймыз ғой, білім алдық, бүйттік, жаңа академический алдық, оқу орнын тауыстық қой. Жоқ. Мұсылман адам басқа діндегілерден, басқа ілім алған айырмашылығы сода, ол өмір бойы ізденіп отырады да, өмір бойы. Тоқтамайды. Кім тоқтап қалса, ол даттанып кетеді, Дат деген сөзді білесіздер ғой. Кез келген металл жұмыс істемесін істеп бастайды, даттанып, коррозия ақырында шіріп жоғалып кетеді. Мұсылман адамда сол сияқты егер тұрып қалса, ол даттанады. Ол даттанғаннан кейін ол адамда қанды жүріс болмайды, қимылда болмағаннан кейін ол адамның ақылы да кәртаяды. Жас болғанмен де ақылы кәртайғандық соншалық әркімге ере беретін бір ақымақ болып кетеді. Сол себепті Алла тағала біздерге осындай сыйлы Құранды, қасиетті Құранды, жомарт Құранды. Қараңыздаршы, Құранға жомарт деген нәрседе келе береді да сипат. Неге? Егер де мынаның ішінен білім іздеген адам болса, мына Құран білім бергенде өте жомарт та. Білім іздемеген адам болса, бәлекет іздеген адам болса, Алла тағала оған ілімнің хикметін ашпайды. Сол себепті әр уақыт айтам, Құран-и Карим айтылған жерде көптеген бауырларымызға айтам, кейбір түсінбейтіндерге де, қақиып тұратындарға айтам. Бүгінгі бесін намазың уағызында айтқанбыз, Нұх сүресінің тәфсирінде. Білесіздер, Жибрил алейхиссаламға байланысты осы қайсыны айтады? Осы Қадр сүресін айтады. Ва ма адрака ма лейлатул қадр деп келіп тұр, қараңыздар. Лейлатул қадр екендігін саған кім білді, немесе қайдан білдің деп жатыр да Алла тағала. Лейлатул қадрдың кім екендігін Алла тағала келесі 3-ші аятында өзі түсіндіріп тұр. Лейлатул қадри хайрун мин әлфи шахр. 1000 ай деп тұр. 1000 ай 83 жыл, білесіздер,
Бірақ ғұламалар айтады, қараңыздар, хойрум деген мына сөз бар. Демек, бұл ең кемі та, ең кемі. Ең кемі 83 жыл немесе 1000 ай. Біз білмейміз, Алла Тағала білесіздер ғой, мысалы, харам мешітінде оқыған сауап намаз 100.000 есе көбейеді. Бірақ барлығымыз бірдей қажылыққа бару нәсіп етпеуі мүмкін. Бірақ та мына түнде, осы қадір түннің соңғы, Рамазан айының соңғы күндері, осындай бір сауапты беріп тұр да кез келген пендеге. Қажылыққа бару білесіздер, кім шамасы жетсе барады, бірақ бәрібір де бара алмайды. Бірақ Алла Тағала бара алмаған пендесінің өзіне осы бір оразаның ішінде бір мүмкіншілік беріп қойды. Кімде-кім соны сол күнде ұстап, хадисте айтылғанда, сол күнде егер Алла Тағалаға дұғасын қылып, намазын оқып, Алла Тағаланың алдында өз нәпсісін, өзінің ішкі жан дүниесін, өзіндегі көкіректігін, өзімшілдігін, тәкаппарлығын, басқа да жаман қасиеттерін сындырып тұрып құлшылық қылса, онда ол пенде ұтады. Кімде-кім ондай қылмай, ой, бір түннің біреу ғой, анау ғой, мынау ғой, астағфирулла, басқа да бір жаңа дінге алыс, діннен адасқан бауырлардың ісіне еріп, басқа бір әртүрлі адамдар болады, білесіздер, бұлай кездері шариғаттың ілімін алуға келген кезде көп адамның сабыр жетпейді да. Өздеріңізді байқасаңыздар еді. Ал бірақ, мысалы, матч, футбол көру, әлде бір сериал көру, тағы бір нәрсе, әйтеу бір нәрсе болса, сағаттап отыра береді да пенделер. Ал бірақ ілімге келген кезде көбісінің субханалла былай не істеп кетеді. Шайтан дейді, мына шайтан біздің қанымызды ағып жүр ғой. Сол себепті тіпті кейбір кезде хадистер дейді, отырған кездер деңізді құшақтап отырмаңыз дейді. Неге десе, мына жерде точкалар бар екен да, сіздің қарыңызда ма. Мына қарын емес, мына қары дейді қазақта. Сіз соны басу арқылы өзіңізге ұйқы келтіресіз. Енді кім қалай отыру керек деп ойлайды ғой енді, қараңыздар. Бұл қарапайым нәрсе болуы мүмкін, жоқ қарапайым емес. Бұл отырулардың қандай екендігін басқа хадисте де түсірдік пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Енді міне келе жатырмыз. Ол сондай түн, ең кемі, қараңыздар, ең кемі 1000 айға таяйды, ең кемі, 2000 болуы мүмкін, 3000 болуы мүмкін, 5000 шексіз болуы мүмкін да. Алла Тағала бір пендесіне беріп деген неғметін болса, бір хадистерде аяттар айтылғанда, «Уайин таудду ни'матал аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Уайин таудду ни'маталлахи лан тухсуха». Егер де сендер есептейтін болсаңдар, есептей бастасаңдар, Аллахтың неғметіндер, лан тухсуха, еш уақытта оның санына жете алмайсыңдар дейді. Сол себепті ахли китаптардан алдыңғы өткен қауымдардан бір кісі 70 жыл құлшылық қылған екен дейді, үзбей. Хадистерде келеді. Әлгі 70 жыл құлшылық қылып, қиямет күні Алланың алдына, дәргахында дейді, Аллахның алдына кездескен кездері, мен саған өз рахыммен, яғни өз мейірім, шапағатыммен берейін ба, жоқ әлде сенің құлшылығыңа берейін ба деген екен да. Әлгі кісі айтыпты, менің 70 жылдық құлшылығыма сәйкес бер деп. Жақсы, олай болса жақсылық сенің 70 жылдық құлшылығыңа беріп, Алла Тағаланың өзінің берген неғметтерінің ішінде бір көздің қарашығын алып, таразының екінші жағына қойған кездері, көздің қарашығы басып кетіпті да. Демек, әлгі біздің 70 жыл үзбей қылған құлшылығымыздың өзі, бір ғана көздің өзі жетпейді екен да. Екінші көз, мұрын, құлақ, шаш, тері, ауыз, бүкіл органдарымыз, аяқ, қол, сүйек. Біз тек қана егер шын мәнінде Алланың разылығын табасақ, Алла Тағала мейірім шапағатымен ғана таба аламыз да. Бірақ мейірім шапағатын табу үшін деген бұл жерде тастап қоюға да болмайды. Бұл жерде бізде тек ұмтыла беру керекпіз, ұмтыла беру керекпіз. Ұмтыла беріп, ұмтылған сайын біз ғана өсеміз да. Өйткені мына келесі аятта Алла Тағала айтып тұр, «Тәнәззәлул мәләикәту вар-руху фиха биизни раббихим мин кулли әмр». Ол түнде сондай періштелердің бәрі түседі дейді жерлерге. 7 қабат аспандан жерге түсе бастайды. Яғни жер беті, тіпті хадистерде жер бетінде бос орында болмайды екен дейді. Ол аздығында періштелердің ішіндегі ең зор періште, ең ұлы періште. Періштелердің ішіндегі басшы періште деп ата, рух, Жибрил алейхиссалам түседі, биизни раббихим, өз раббыларының бұйрығымен, әрбір іске байланысты, яғни әрбір пендесінің мұқтаждығына байланысты. Және ол сондай түн, мына аяттың осы сүренің соңында айтып отыр, «Сәләмун хия хатта матлағил фажр». Яғни осы түннің сондай, басқа түнде айырмашылығы сондай, ол түнде бейбіт түн болады деп тұр да.
таң, яғни фәжір таң намазы келгенге дейінгі уақытқа шейін тыныштық болады деп тұр. Енді мына жерде Алла қарасаңыздар, Жибрил алейхиссаламды мен неге мысалға келтіріп отырмын? Жибрил алейхиссаламды мысалға келтіріп отырған себебім, білесіздер, Жибрил алейхиссалам жер бетінен көтеріліп кетті. Ол қашан түсетін еді? Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламның 23 жылдық пайғамбарлық кезеңде, ана 23 жылдық аяттарға байланысты, бүкіл Құранның соған сәйкес түсіп тұратын еді, әрбір түнде, күндіз белгілі бір оқиғаларға байланысты. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қалай дүниеден кетті? Жибрил алейхиссаламның міндеті деп бітті да. Бірақ та осындай түнде түсіп тұр, не үшін? Бұл Жибрил алейхиссалам бір хадисте келеді, бір ұзын хадис бар ба сондай. Омар ибн Хаттаб риуаят қылған хадисте де келеді. Ол хадистің ішінде мынандай бар, соңғы жағында мынандай бір сөзі келеді. Сіздер мен тұрып жатқанымызды кешіріңіздер, құрметті жандар, мынада сәл аяғым ұйып кетпесін, массаж қылып жатқаным өзімді көрсету үшін емес. Ойлап қалмаңыз, өзімді көрсетіп жатырмын, жоқ, мына аяғыма массаж болсын деп жатқаным шамалы. Ихсан деген не деген кездері? Ихсан сен Алла тағаланы көріп тұрғандай құлшылық қыл дейді. Сен Алла тағаланы көрмесең де Алла тағала сені көріп тұр дейді. Енді осы да басқа да шариғаттың негіздерін түсіндіріп келген Жибрил алейхиссалам әлгі сахабалар айтып келеді. Соңында сұрақты қояды да, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жауабын естіген кездері дұрыс айттыңыз я Расул деп бәрінен разы болып соңына кетіп қалады да. Енді сол кезде әлгі Жибрил алейхиссаламның сахаба Омар ибн Хаттаб отырысын айтады. Яғни әлгі Жибрил алейхиссалам келген кездері фәсәнді рүкбатайхи илә рүкбатайхи дейді. Екі аяғын біріне бір жақындатты дейді. Қараңыздаршы. Жибрил алейхиссалам сахабалардың арасына келді де шәкірттің ұстаздың алдындағы қарым қатынасын қалай болғанын көрсетіп жатыр. Фавадаа каффайхи аля фахизайхи дейді. Каф деген алақан. Екі алақанын санының үстіне қойды дейді. Бұдан не байқап тұрмыз, құрметті жамағат? Мен әр уақытта айтам, егер де сіздер ілім алғыларыңыз келсе, кез келген адамға құрмет қылып үйреніңіздер деп. Кімде-кім ұстазға құрмет, ұстаздардан пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламнан мұра болып қалған минбар ғой, яғни осында мешіттің ішіндегі дағуат қылынатын жер минбар дейді жаңа. Сол жерде отырған адамға құрметін қылсаңыздар, сіздерге ілім қонады деймін да. Ол жаңа менен қорқып қылмай-ақ қойыңыздар. Жаңа бұл мен бір қарапайым ғана бір адаммын ғой негізі. Мына Жибрил алейхиссаламның пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға ана бір ісін әрекетінің өзі жаңағы алдында дөп түсіп отырып, онан қалса өзінің алақанына санның үстіне қойып, жаңа сондай мүлайым отырыспен отыруының өзіне сахабаларға үйреткен, оның сахабалар үйреткен осы хадистің соңында айтады, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Омар ибн Хаттаб отырады. Омар, мына келген кісі кім екенін білесің бе деді. Омар не деп айтты? Алла және оның елшісі біледі деген кездері, ол Жибрил алейхиссалам сіздерге діндеріңізді үйрету үшін келді деп тұр да. Әлгі сұрақтарды қойды. Сұрақтарды қойғанымен қоймай, қалай жүріс-тұрысында болу керек екенін үйретті да. Біздер қазіргі үмметі Мұхаммадтың көбінесе біздердің сол бір көп жағдайда қателігіміз ба, әлде тәрбиеміздің аздығы ма, құрметті дұрыс қыла алмаймыз, құрметті жамағат. Бізді, мен бұл жерде бұл ерекше құрмет деген мағынада емес. Бұл жерде Құран-ы Кәрімнің аяттары айтылған, тәпсірлер айтылған жерде құрмет қылу арқылы біздер өзіміздің тарихыма құрмет қыламыз. Егер біздің өз тарихымызға, өз ата-бабаларымыздың өткен жолына құрмет қылмағандықтан себепті, қараңыз, себепті. Басқа ұлттар, басқа діндер, ислам дінінің жаулары, немесе біздің ұлтымыздың жаулары әр уақытта бізді жеңіп отырады. Біз сорлы болып жүреміз. Әлемге қарасаңыздар болады. Әлемдегі қандай не жаңалықтар болып жатыр, қандай оқиғалар болып жатыр. Ақыл көзімен қарау керек. Құр телевизордың көзімен қарамаңыз, телевизордың көзімен. Ақыл көзімен қарау керек та. Мұсылмандар қандай жерде, қандай жағдайда. Мұсылмандар өкінішке орай көп жағдайда ұтылып жатыр да. Мұсылмандар көп, Аллаға шүкір, машалла, көп сан бойынша машалламыз. Бірақ сапа жағынан келгенде біздер ұтылып жатырмыз. Не себепті? Біздің құрметіміз жоқ. Біздің құрметіміз Құранға жоқ. Біздің құрметіміз дінге жоқ. Біздің құрметіміз өткен тарихымызға жоқ. Біздің құрметіміз өткен ата-бабамыздың жолына жоқ. Біздердің құрметіміз тіпті бір-бірімізге де жоқпыз да.
Оны діннің жаулары, басқалар бәрі білгендіктен бізді әр уақытта не істей береді? Жеңе береді. Сол себепті құрметті жамағат, әр уақытта айтамын, айта берем. Себебі неге? Алла Тағала бізге барлығымызға бұйырды. Не деп бұйырды? Астағфируллах. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Сен есіне түсір деп тұр Аллах Тағала. Әлбетте есіне түсіру мүминдер үшін пайда береді деп тұр да. Бұны кейбір адамдар айтады, жаңағы еске түсіру деген, кейбір бауырларымыз айтады, «Амируна бил ма'руфи ва нахуна анил мункар». Жамандықты көріп тұрсыз, бір жерде бір зұлымдықты, әділетсіздікті. Оның үш түрлі әдісі бар. Біріншісі қолменен, екіншісі сөзбенен, үшіншісі жүрекпенен болса да соны жек көру дейді. Қолмен тоқтату көбінесе билік егелері, жаңа патшалар, сұлтандардың қолында. Екінші тоқтату сөзбенен тоқтату, ғалымдардікі дейді. Әрине өздеріңіз білсеңіздер, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде айтқандай, қияметке қарай ғалымдар азая береді. Енді ғалымдар азайды ғой, енді не істейміз? Бірақ та мен басқа да алдында уағыздарымда айтамын, біз ғалымдар азайды деп енді салым суға кетіп, пессимист болып, сүмірейіп, екі қолыңды жерге салбыратып, өмірден базы кешпейсің, қазақша айтқанда. Әр уақыт айтамын, айта берем. Неге? Сіздердің әрқайсыларыңыз басқа бауырларымызға ескертіңіздер. Мүмкін сіз басқа бір бауырыңызға бардыңызда қысқаша ғана айттыңыз. Я бауырым, атын білсең сіптен жақсы, мұсылман екенсің, машалла жақсы, бірақ бір мына бірісің дұрыс емес қой деп қысқаша айтыңыз да кетіп қалыңыз. Жаңа сағаттап уағыз айту, ол енді екінің бірінің қолынан келе бермейді. Қысқаша айтыңыз да. Мүмкін қысқаша айтқан уағызыңыз ана кісіге пайдасын тиюі мүмкін. Ал сағаттап айтқан уағызыңыз, ол білмеймін енді. Сол себепті әр уақыт айтамын, мешітке келгенде телефондарыңызды сөндіріңіздер, немесе әдептілік көрсетіп, қазақта мынандай бір сөз бар ғой, жаңа тәрбиелі көргенді деген сөз бар да. Яғни әке шешесінен тыйым көрген, әке шешесінен бір тәрбие көрген сондай бір ұрпақ болатын болса, көргенді ұрпақ дейді қазақта. Немесе көргенсіз ұрпақ дейді. Көргенсіз ұрпақ не? Астафрулла, орысша айтқан тупорылый дейді ғой. Тупой и рылый, короче, астафрулла. Түсінесіздер ғой мағынасы, тупорылый. Тупой и все, астафрулла. Ондай болмау керек көзі біздер. Біздер көрген ұрпақ болу керекпіз. Тупорылый астафрулла толып жатыр. Тастатсаң бірден өтеді астафрулла. Ал көрген ұрпақ, сол себепті құрметті жамағат. Ғалымдар айтылған жерде, насихат айтылған жерде, Құран аятының тәфсірлері айтылған жерде, хадистің шарықтары айтылған жерде құлақ салып тыңдайды. Шамасы жетпесе, басқа бір мешіттің ішіне, басқа бір бұрышына барып, 2 рәкат намазба немесе бір тасбихты алып та болса да, жұрттың алдында жаңа ерекше болып көрсетпей ақ, бары бөлек бұрышқа барып қойды. Сол себепті ғалымдар айтады, осы өтір намазында қадір түнін өткізудің бір әдептерінің бірі, міндетті түрде мешітке келген жақсы жамағатпен оқыған. Бірақ мешітке келіп құрметін қылып, қараңыз, құрметін қылып, мешітке келіп, осы мешіттің ішіне келіп жаңа ойбай, брат, там какие там, что-то деген астафиралла, ондай дүниеви әңгімелерді қойғандар дұрыс та, субханалла. Как будто бір супер бизнесмен сияқты. Ал жоқ, имам айтатын кезде қырсығып сөйлесе берсе телефонменен. Ол адам көргенсіз. Өті жарылып кетсе де айтайын ол кісіге. Ол адам көргенсіз. Тәрбиесіз. Себебі Құранға құрмет болмағаннан кейін, мысалы мен бір рет осында бір араб елдерінің бір басшысы болады, мешітке туфлимен кіріп барады, туфлимен. Енді білесіз ғой, президенттің туфли не, ол бір мал қордап жүрген туфли емес қой. Туфлимен кіріп барады. Имамдар қасқа ешқанша дей алмайды, бір араб елдерінде. Басқа бір ахли китап, яғни насрани президенті мұсылман еліне келген кезде мешіттің ішіне бүйтіп қорқып отырады. Қараңыздар, насрани мешітке келген кезде қорқып отырады, бір приемнен кезінде бүйтіп дірілдеп отырады да. Ал мұсылмандар талтаң астафырла, кейбір жаңа сондай бір қаласы айтады ғой, бір сухой блатной дейді, астафырла. Үште түк жоқ, көкіреген келе береді да, талтаң бір накачанный нелер сияқты. Жаңа не дейді, бір жаңағыдай залдан шыққан сияқты. Субхана, мешітке келдің ба, қарапайым жүрші.
бұл саған ресторан, ночной клуб, басқа да бір ағызбилля бір адамдардың дүниеде жарыс қылып, бірін-бірін киімменен, бірін-бірін фигурасыменен, бірін-бірін үстіндегі жаңа аксессуарлармен, гаджеттермен, телефондарменен, жаңа шмоткалармен алатын жер емес қой. Қарапайым ғана бол, болды. Ондай талтаңдайтын болсын, талтаңдайтын жер бар, талтаңда. Білеміз, барлығымызда бицепсіміз бар дегенде, трицепсіміз бар, астағфирулла. Бірақ біз Алланың алдында теміне қадір түндер кезінде сабырлықпен өзіміздің нәпсімізді сындыру үшін келіп тұрмыз. Физически сындыру емес, рухани сындыру бұл жерде, құрметті жамағат. Рухани сындыру деген не? Я Алла Тағала, мен кім болсам о болайын, мейлі президенттің супер президенті болайын, мейлі супер спецслужбада жұмыс істейін, мейлі супер миллионер болайын, мейлі супер красавец болайын, мейлі супер болайын, бірақ та мен саған мұқтажмын. Сол себепті мен Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи хадисінде айтқандай, Аллахумма инника афуун тухиббул афва фаъфу анни деп дұғаны айтсақ, кем дегенде біз ұтамыз да. Я Алла Тағала, сен кешірімдісің, кешірімді жақсы көресің. Кешірші менің тәкаппарлығымды, кешірші менің күнәлі өмірімді, кешірші менің надандығымды, кешірші менің өзімшілдігімді, кешірші менің тәкаппарлығымды, кешірші менің басқа біреуге ауыр сөз айтып қойғанымды, кешірші менің басқа біреуге қол тигізіп қойғанымды деп нәпсімізді сындыру арқылы біз Рамазанда ұтамыз да. Басқаша ұтыламыз. Сол себепті хадисте айтқан, егер де кім Рамазанның қадір түнінде тұрып дұғада өткізген болса, ол адам екі дүниенің бақытын алған. А кім ол дүниеден махрұм болса, ол адам банкротқа ұшыраған дейді. Сол себепті, құрметті жамағат, бұл сіздерге сізді ауыр айтты ағылмаңыздар, ренжімеңіздер. Ауыр айтсам, егер біреулеріңіздің іштеріңізде біреулеріңіз жүректеріңіз сонда әлсіз болып, қатты жүректеріңіз әбейді ұстап қалса, мен кешірім сұрауға дайынмын. Мен оған не алмаймын. Кешірім сұрауға дайынмын. Себебі не? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кешірім сұрағанын жақсы көріп тұрды. Мен де кешірім сұрауға дайынмын. Бірақ мен бұл сөзді айтқандағы ол жеке басының мақсатым үшін емес. Біздердің мына өкінішке орай мұсылмандардың қазіргі кездегі хижри жыл санауы бойынша 14-15 ғасырда Григориан календарі бойынша 21 ғасырда өмір сүрсек те, сорлығымыздың себебі дінімізді дұрыс құрметтегеніміз, тілімізді дұрыс құрметтемегеніміз, тілімізді құрметтегеніміз, тарихымызды құрметтемегеніміздің кесірінен бізді иттің итақайы, астағфирулла, анаусы келіп, мынаусы келіп бір тисе береді. Ақыл көзімен дұрыстап қарайықшы. Әлемде не болып жатыр? Біз неге дайынбыз деп. Біздің неге дайындығымыз неден басталады? Құранға жақындаудан басталады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дұғаларын айтудан басталады. Және тек қана әлгі дұға емес, басқа да өмірге байланысты, денсаулыққа байланысты, бір тұрмыстық жағдайға байланысты қиналып жүрген жағдай болса, оған байланысты осы дұғаны осы түнде қылсаңыздар, Алла Тағаланың алдында білесіздер, бүкіл дүниенің байлығы дейді, хадисте айтылады. Инені теңізге батырасыз ғой, инені алыңызшы. Инені теңізге батырыңызда, иненің ұшына қандай су алып шығады? Теңіздегі суға. Алланың алдында бүкіл дүниенің байлығы түк те емес. Шыбынның қанаты қандай? Үф демей-ақ қойық, ауызбен, мұрымен деп жіберсеңіз, қалай ұшып кетеді? Ауызбен-ақ үф демей-ақ, мұрымен-ақ, бір жақ мұрын деңізші, қалай ұшып кетеді? Осылай шыбынның қанатына қадірі жоқ та. Бірақ өкінішке орай мұсылмандар осы бір дүние үшін бір-бірімізден тайталасамыз, мешіттің ішіне келіп бітпей қалған дүниемізді осы жерде бітіруге тырысамыз. Басқа жерде бітпей жатыр, астағфирулла. Енді мешіттің ішіне келіп дүниемізді бітіреміз дейміз да? Ой, субханалла, бітіре алмаймыз біз бұл дүниені. Түбіне жеткен ешкім жоқ. Фирғауындардың фирғауын жеткен жоқ. Байлардың ішіндегі ең зоры Қарун деп айтылады ғой. Харун емес, Қарун. Мұса алейхиссалам уақытында ол байдың өзі түбіне жете алмаған. Бірақ енді оразаның кезінде, әсіресе мына қадір түндерінде ол істерімізді қойғанымыз, біздің әдептілігіміз біздің тектілігіміз. Әдептілік деген қараңыз, әдептілік тектілікке жатады. Тексіз, неге деп айтып отыр, мысал болатын себебі
Абу Ханифа рахматуллахи алейхидің уақытында балалар ойнап жатады екен. Сол кездері бір ойыншық па бір зат келеді де имамдар келатқанның арасына кіріп кетеді да домалап. Ана жерде барлық балалар тұрады. Тек ішінен біреу атып шығады да, наглый рожа дейді ғой, астафырла, тупорылый. Атып шығады да бір жұлып алып кетіп қалады екен да. Абу Ханифа рахматуллахи алейхи кейін тұрып қалады екен. Сөйтсе қараңыздар, тұрып қалған балалар құрметтеп, шалдарды, ақсақалдар көрген, өзінің құрметін көрсеткен балалар некеден кәдімгі қалыпты әке мен шешенің ортасынан қалыпты семьядан шыққан балалар екен да. Әлгі жаңа ғана тупорылый наглый рожа, астафырла, ол зинадан шыққан екен. Яғни былайша қалған балалардың бәрі тектілерде, ал жаңа ғана ешқандай құрмет көрсетпейтін жаңасын қырсыққан адам, тексіз адам. Шыққан тегін көрсетіп тұр да, тексізден болып тұр. Сол себепті Алла тағаладан біздер бұл ораза айында тектілікті сұрайық. Тексіздер итак толып жатыр. Тексіздер толып жатыр, астафырла. Тексіздер көп болғасын ғой. Қазір қоғамда болатын әртүрлі бүкіл жаман істердің барлығы тексіздердің көптігінен. Біздер тектілікті сұрайық. Тектілік деген қасиеттілік. Тектілік, қасиеттілік, ұяттылық. Тексіздік, ұятсыздық, көргенсіздік, тәрбиесіздік, бетсіздік, ұятсыздық. Ал тектілік бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өміріне, оның жүріс-тұрысына жақынырақ та. Сол себепті дұғамыздың түрі көп болсын. Жаңағы ең кем дұға жаңаны айтылғандай, Алла тағала сен кешірімдісің. Бұл жерде дұғаны қараңыздар құрметті жады. Міндетті түрде арабша айтсын деген шарты жоқ, парыз жоқ. Ең бастысына жүректің терең түкпіріне шығу керек. Жүректің терең түкпіріменен ақылы ой санаңыздың ең шыңар ұшынан шығу керек. Екеуі қосылып тұрып шықса, өз тіліңіз айтамыз, қазақша, орысша мейлі. Бірақ сөйтіп айта білсеңіз, иншалла қабыл болады. Тіпті ғалымдар айтады, бұл қадір түнінің айырмашылығы басқалардан білуге болатын сол, егерде сіз құлшылық қылып жатқанда ерекше рахат, ләззат алатын болсаңыз, онда сіз иншалла қадір түнін тапқаныңыз дейді. Ал қадір түнінде жаңа дұға қылбас, режим автомат, астафырла. Бірақ ләззат алмайтын болсаңыз, дұға. Ол просто дұға. Ал жаңағыдай жүректің терең түкпірі, қараңыздар, жүректің терең түкпірінен шығу үшін адам жүрекпен тыңдау керек, жүрекпен. Біздер көбіміз құлақпен тыңдаймыз, құлақпен тыңдап, мына жақтан шығып кете береді. Жоқ, жүрекпен тыңдайық. Иншалла, егер де сұрақтарыңыз болса, жауап беруге тырысамын. Құдай қаласа, енді мына қазір Нух сүресінің тәпсірін айтсам болатын еді, бірақ енді уақыттарыңызды алып тағы да ысырап қылмай-ақ қояйын. Құдай қаласа, енді оразадан кейін осы Нух сүресінің тәпсірін жалғастырамыз. Иншалла, сейсенбі күні шам намаздан кейін жалғастыруға тырысамыз. Чтобы құптанға шейін көбірек уақыт болу үшін. Сейсенбі вторник күні шам намаздан кейін құптанға таман қыламыз, иншалла. Осы да басқа да сұрақтарыңыз болса, жауап беруге тырысамын. Білмесем, қараңыз, құрметті жамағат, мен білмеймін деп айтуға еш уақыт ұя алмаймын. Талай мінбеде шығып жүрміз, Аллаға шүкір. Білмейтін сұрақты білмеймін деп айтамын мен. Ол білмейтін сұрақты біреудің басын қатырып адастырғаннан гөрі мен білмей-ақ қояйын. Неге? Имам Малик деген кісі болған, білесіздер, Абу Ханифаның замандасы. Йемен өлкесінен бір кісі 40 сұрақпен жіберген екен да, бір қауым ел. 40 сұрақпен жіберген, Имам Маликтен сұрақ қойды, 40 сұраққа тек 3-үне ғана жауап беріп, 37-шіне жауап бермеген екен. Сонда ана кісі айтады ғой, я Имам Малик, ертең мен алғырында қалай айтамын, мен сіз осындай ғалымсыз, сахабаларды көрдіңіз, жауап бере алмадыңыз, неужели сіз мүмкін емес ғой деген. Сен айт деген, Имам Малик мына сұрақтардың жауабын білмейді деген. Оның қасында мен кіммін? Сол себепті құрметті жамағат, білсем айтам, білмесем, егер маңызды сұрақ болса жауабын тауып отырсам, иншалла, Құдай қаласа, осы уағыздарымызды Құдай қаласа, келесі жұма осы оразадан кейін, иншалла, әр аптаның сейсенбі күні жалғастыруға отырсамыз. Вақулу қаули хаза астағфиралли ва лиаматыл муслимина субханаллаху бихамди ашһаду ан ла астағфируку ва атубу илейк. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين من الكفرة والملحدين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا الله تعالى біздерді осы оразадан келесі ораза айларына
отбасымызбенен, бала шағамызбенен, тума туыстарымызбенен, мұсылман бауырластарымызбен, ниеттес достарымызбен, басқа ағайын тумаларымызбен, елімізбен аманшылықта, бірлікте, ынтымақта келесі оразаға жетуімізді жеңіл қылғын. Алла Тағала бәрімізге соны нәсіп еткін. Қор ораза ғана жетіп қана қоймай, сол екі оразасының арасында Алла Тағала біздерді өзің сүйген құлдарының қатарына қосып, біздердің мінездерімізді өзгертіп, Алла Тағала өзіңе жақсы көретін мінезді пенделердің қатарынан қыла көргін. Біздердің қандай да бір жаман мінездеріміз болатын болса, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи хадисінде айтқандай, дұғасында айтқандай, Аллахумма кама ахсанта хулқи фахсин хулқи деген. Яғни, я Алла Тағала, сен менің қалай жаратылысымды өте көркем жараттың, сол сияқты менің мінезімді де көркем қыл деген дұғалар айтып жүретін мұсылмандардың қатарын көп қылғын. Біздердің қандай да бір істеріміз болатын болса, Алла Тағала соған берекет берген. Қандай да бір мұсылмандарға жамандық ойлаушы, мұсылмандарға зиян жеткізуші жаулар болатын болса, мұсылман жаулары, дін жаулары, ұлт жаулары болатын болса, Алла Тағала олардың қулығын, айласын, қандай да бір зымияндығын өздеріне қарсы алғын. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ربنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وصلى الله تعالى خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين الله أكبر استغفر Сұрақ бар ма? Қой? Енді сіз отырасыз да, бірақ сіздің аяғың ауырады, сіз өзгертпейсіз, онда ол сүннет болады ма?